Осы мемлекет басшысының мәлімдемесіне орай Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының әлеуметтік саяси бөлімінің басшысы Алуа Жолдыбалина өз ойын білдірмекші. Бізге скайп арқылы тікелей қосылды. Алуа Серікқызы, сіз эфирдесіз, алдымен байланыстың сапасын тексеріп алайық. Қалай естіп тұрсыз? Қайырлы күн. Жақсы естіп тұрмысыздар. Ендеше президент мәлімдемесінде төтенше жағдай режимін 11 мамырға дейін созылатындығы айтылды. Бұл еліміздің әлеуметтік ахуалына қаншалықты әсер етуі мүмкін? Әрине, бүгінгі президенттің мәлімдемесінде 11 мамырға дейін төтенше жағдайдың созылуы, ол әрине бұл ең басты қадамдардың бірі. Не себептен? Себебі бізде әлі күнге дейін коронавирус ауруына шалдыққан азаматтардың саны төмендемей тұр. Дегенмен, әрине, президент өз мәлімдемесінде атап өтті. Яғни біз әлеуметтік топтарға көмектесеміз, яғни біз жаңағы төлемдердің барлығын жасаймыз, яғни қолдау көрсетеміз деп. Яғни бұл қолдаудың бірден бітпей әрі қарай жалғасын табатындығын біз көріп отырмыз. Бұл үлкен қолдау. Екіншіден, бұл жаңағы әлеуметтік саладағы әсіресе білім беру саласы болсын, медицина саласы болсын, әрі қарай әсіресе дәрігерлерге қатысты қолдаудың барлығы әрі жалғасады деген сөз. Сонымен қатар, осы президенттің мәлімдемесінде әрине президент енді біз төтенше жағдайдың біршама уақытын өттік, яғни 1,5 айын өттік. Ендігі шама уақыттың кезінен кейін бізде жаңағы дағдарыстан кейін кезең болады. Яғни президент осыған ерекше назар аударды. Яғни дағдарыстан кейінгі кезеңде біз қалай өмір сүреміз, біз оған дайын болу керек деген мәселе. Яғни біз ел ретінде осы кездегі мүмкіндіктердің барлығын жоғалтып алмауымыз керек. Яғни әлеуметтік салада болсын, медицина саласында болсын, саяси салада болсын, яғни өзіміздің алғасы бағыттарымыз бар. Яғни сонымен қатар бұның берер мүмкіндігі мол. Сол мүмкіндіктердің барлығын жүзеге асыруға атсалысуымыз керек. Алуа Серікқызы, енді әлеуметтік көмек деп жатырмыз, оның ішінде орта және шағын бизнеске де көмек көрсетіліп жатыр ғой. Бұл осы қысылтаяң шақта осы жалпы көмектің маңыздылығы қаншалықты деп ойлайсыз? Жалпы мемлекет, яғни Қазақстан мемлекеті бірінші мемлекеттердің қатар алдында жаңағыдай бизнес саласына өте үлкен көмек көрсетті. Яғни салық төлемін босату, сонымен қатар жаңағыдай қаржылық көмек көрсету. Бұл шын мәнісінде өте үлкен қомақты қолдау. Не себептен? Себебі бүгіндегі шағын және орта бизнес Қазақстанда өте үлкен үлес көрсетуде, яғни экономикалық өсімнің пайызын беруде. Сол себептен бұл негізгі қадамдардың бірі. Яғни әрине қолдау осымен тоқталмайды, әрі қарай жалғасады. Яғни 11 мамырдан кейін жаңағыдай үкіметтің отырысымен қатар ұлттық банктың тарапынан бизнес саласына қатысты көптеген мысалы жаңағыдай әрі қарай бизнесті қолдау, әрі қарай оның жаңағыдай дамуына байланысты жаңағыдай қолдаулар жалғасады деген сөз, яғни іс-шаралар қабылданады. Сонымен қатар, әрине, бұл жерде аймақтардағы шағын және орта бизнес, әсіресе жаңағыдай сөзіңіз атап өттіңіз, жаңағыдай ресторан, азық саудасы барлығы бізде тоқтап қалды. Соған байланысты бізде әрине іс-шаралар қабылданып деп күтудеміз. Сонымен қатар, қазір бірқатар мемлекеттер бизнес саласында жаңа бизнес модельдерді жасауда. Соған байланысты, яғни бизнес қарым-қатынасы, бизнестағы жаңағыдай өндірістің өзіндегі жаңағыдай тауарды өндіру процесінің өзіне қазірден бастап жаңалықтар енгізіліп жатыр. Яғни бұл біздің ары қарайғы өмір сүруімізде жаңағыдай өзгеріс әкеледі деген сенеміз. Шымды жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының бөлім басшысы Алуа Жолдыбалина тікелей байланыста болды.